Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі математика сабағында ішкі жиын тақырыбымен танысамыз. Видеоны тамашалайық. Бүгін біз жиын және оның элементтері туралы ұғымды қайталайық. Сандар жиыны берілсін. Осы жиынның элементтері арасында ортақ не бар деп ойлайсың? Дұрыс, бұлардың барлығы бір таңбалы сандар. Ендеше, бұл жиын бір таңбалы сандар жиыны деп аталады. Ал жиынның элементтері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және олар А жиынына тиісті болсын. Ал 10, А, 55, 123 және 1000 А жиынына тиісті емес. Жазуларды мұқият қарап шық. А жиынына 89 саны, С әрпі, 17 саны және жұлдызша тиісті. Б жиынына 305, 28, 89 және жұлдыз элементтері тиісті. Осы жиындарда ортақ элемент бар ма? Дұрыс, екеуіне де ортақ бірдей элементтер бар. Ол 89 саны мен жұлдыз. Бұл жиындардың қиылысуы деп атайды. А жиынына да, Б жиынына да тиісті элементтерден ғана тұратын жиынды А және Б жиынының қиылысуы деп атайды. Әрбір элементі А немесе Б жиындарының кем дегенде біреуіне тиісті болатын жиын А және Б жиындарының бірігуі деп аталады. Жиындардың бірігуі мына символмен белгіленеді. А және Б жиындарының бірігуімен пайда болған элементтер 89 саны, С, 17, 305, 28 және жұлдыз. Жиындарды қарастырайық. Оның элементтерін атап өтейік. Б жиынының элементтері шаршы, үшбұрыш, түзу сызық және кесінді. Ал А жиынының элементтері дөңгелек, тік төртбұрыш және бесбұрыш. Б жиынының элементтерін А жиынының да элементтер деп атауға бола ма? Иә, болады. Себебі олардың барлығы геометриялық фигуралар. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынына тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Олардың арасына мына символ қойылады. Егер Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болмаса, онда олардың арасына сәйкесінше мына белгі қойылады. Жарайсыңдар балалар. Енді суретте берілген заттарды көкөністер мен жемістер жиынына бөліп себеттерге салайық. Көкөністер жиынының элементтері сәбіз, қияр, қызанақ, орам жапырақ. Ал жемістер себетінде ештеңе жоқ. Бірде-бір элементі жоқ жиын бос жиын деп аталады. Бос жиынды мынадай таңбамен белгілейміз. Мысалы, жемістер жиыны бос жиын, өйткені онда бірде-бір элемент жоқ. Өткенді еске түсірейік. Бүгінгі сабақта біз жиындардың қиылысуын, жиындардың бірігуін, ішкі жиынды және де бос жиын тақырыптарымен таныстық. Оқулықтың 34-ші бетіндегі 5-ші тапсырманы орындап көрейік. А және Б жиындары берілген екен. А жиынның элементтерін атап көрейік. 3, 15, 17,
23, 27, 30, 32. Б жиынының элементтерін атап көрейік. 15, 27, 32. Енді жиындардың қайсы ішкі жиын болатынын анықтап көрейік. Б жиынының әрбір элементі А жиынына тиісті болғандықтан, Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болады. Ол былай белгіленеді. Б жиыны А жиынының ішкі жиынына тиісті. Назарларыңа рахмет.